Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте ерекше ас макароны дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең керектісі ет, сәбіз, пияз және картоп қажет болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалып белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай етімізді майдалап, ұсақтап турап аламыз. Барлығының мөлшері описанияда көрсетілген болады. Осылай картошкамызды сәл ірілеу қылып тураймыз, өйткені макаронымыз ірі. Жай пісетін болғандықтан картопымыз езіліп кетпесін деп осылай ірілеу қылып турап аламыз. Ендігі кезекте пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Және сәбізімізді теркадан өткізетін боламын. Өте ерекше дәм береді, міндетті түрде сәбіз қосыңыздар. Осы жеткілікті сәбіз бізге. Осылай. Одан кейін мен томат пастасының орнына осылай қысты дайындалған икра қосатын боламын. Оның ішінде помидоры, болгарский барлығы дайын, сондықтан томат пастасының орнына қосатын боламын. Енді кезекте отқа қазанымызды қойып, майымызды қыздырып, етімізді қызарғанша қуырып және одан соң пиязымызды салып қызартып аламыз. Содан соң сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз кішкене жұмсарғанша осылай қуырып аламыз, жақсылап. Одан соң картопымызды саламыз. Картопымызды қызарғанша қуырып аламыз және осылай икрамызды салатын боламыз. Егер сіздерде икра емес, помидор, болгарский, баклажан қоссаңыздар да болады, если мүмкіндігі болса. Және осылай макаронымызды салатын боламыз. Бұны да жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Макаронымыз қызарды, жақсы қуырылды. Ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық су құятын боламыз. Ол суымыз макаронның бетімен бірдей болу қажет. Макаронның мөлшерінен көп болмауы қажет. Осылай бетін бір тегіс қылып, бетін жауып, жай отта жарты сағатқа пісіретін боламыз. Жарты сағаттың ішінде 2-3 рет араластырып тұрамыз. Міне біздің макаронымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді ас. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Дайындалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер.